1722 жыл. Сыр бойындағы арғын елі. Мәмбетейден бір бай шықты, жеке дара. Оның 15 жасар ерке шора Мамыр қызы болған. Әйтектің тоқалында Қалқаман болған. Қалқаман Мамырды жастайынан білген, бірақ іштегі сезімін жасыра, құрбым деп сынаған. Күндердің бір күні Мамыр менен Қалқаман біраз сөз сөйлесіпті, кез боп қалып. Махаббат мәнін меңзеген Қалқаман Мамырға сезімін білдірді. Мамыр Қалқаманның көздегенін түсініп, шамалы уақыт керек екенін баяндады. Ақтабан шұбырынды заманында қазақ қалмақ жер дауында, бұл соғыста қалмақты қазақ жеңіп, тобықты жеңісті тойлатады. Бастанда Қалқаман Мамырменен бас жияды, келер күні қамыста жасырын жиналды. Аттастырылып қойғанын хабарсыз, Қалқаманға өкініш үмітпенен қайғырады. Уақыт өте Қалқаман түнгі жарық аясында дала заңын бұзада, махаббатқа жол тартқа қашуды жөн көреді. Көрші елге аттанады 2 жас, Қалқаманның ағасына Олжай жол соғады. Ал ана жақтан тобықтыда сөз тарап, би отырысында қос махаббат қызу талқылануда. Қазақ халқында 7 атасына дейін тұрмысқа шығу үлкен күнә. Ал Қалқаман және Мамырдың арғы бабалары бір болған. Бұл елдің наразылығын туғызады. Бір күні Мамыр өзінің ата енесіне келгенде, оны Көкебай байқап, анау бір топ тұрған кім десе. Бұл Мамыр ғой деп қойшы жауап береді екен. Ыза болған Көкебай қолына садақ алып Мамырдың қақ жүрегіне тиеді. Мамыр өзінің соңғы сөзінде Көкебайға ешқандай ренішім жоқ, тек 2 өлім қиын болады, Қалқаманды тірі қалдыр деп өтініп, бетін алақанмен жапты. Осымен Қалқаманның мәңгі махаббаты ғайып болды. Ал енді неге біздің қызымызды өлтіріп, жігітті тірі қалдырасыздар деп әділдік қалайды Мамырдың туысқандары. Қалқаман жақ керісінше. Осылайша халық 2-ге бөлінді. Көкебай Анет бабадан дұрысын сұрайды. Ол Қалқаман жүйрік атқа шықсын, ал сен садақпен ат егер тисең тидің, тимесең оны жайға қалдыр дейді. Анет баба батасын береді, ал Көкебай Қалқаманның санына тиеді. Жігіт тірі қалады, сүйіктісінің қайтыс болғанына әлі сенбейді. Өзінің халқын сатқын санап елінен кетіп қалады. Осылайша Қалқаман Мамыр оқиғасы бітеді. Ал Қалқаманның ойында айдай сұлу Мамыр ұмытылмас мәңгі бейнедей қалды. Назарларыңызға рахмет.